Сәлем достар, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге металл ин белгісіндегі адамдарға арналған прогнозымды ұсынамын. Ол үшін мен ең алдымен сіздерге менің прогнозым өте дәлдікпен шығып жатқандықтан мен YouTube каналға салуды жөн көрдім. Сосын және де менде осы бадза оқулары бар. Егер қатсам деген адамдар болса, менің жекеме шықсаңыздар болады. Енді металл ин белгісіндегі адамдар. Сіздерге бұл осы март айында дух наслаждения келіп тұр. Яғни өмірден ләззат аласыз деген сөз. Өзіңізге өте көп көңіл бөлесіз. Өзіңізге қымбат дүниелерді сатып аласыз. Мысалы, қымбат ресторанға баруыңыз мүмкін, немесе спаға, массажға баруларыңыз ықтимал. Бұрын соңды уақытыңыз, ақшаңыз болмаған дүниелерді аласыз. Болашаққа жоспар құрасыздар. Жақсы идеялар келетін болады. Басқа адамдарға көмектесетін боласыздар. 2022 жылы ең жолы болғыш элементтің бірі сіздер. Осы март айында сіздерді қандай жағдай болмасын қорғайтын элемент келіп тұр екен. Одан кейін зарплатадан бөлек ақша аласыздар. Ол мысалы алатын болсақ, мемлекеттен ақша түсуі мүмкін, немесе үлкен бір крупный дүниені сатып, содан ақша алуларыңыз мүмкін. Үйіңізді, жеріңізді, немесе машинаны сатып, үлкен сомаға қол жеткізесіздер. Немесе кредит аласыздар, немесе ата-анаңыз көмектесуі мүмкін. Енді ақша әртүрлі басқа адамдардан келетін ақшаны айтады. Немесе сіздерге ақшаларыңызды қайтаратын болады. Қарыздарыңызды. Жалпы айтқанда, ақша міндетті түрде келеді деген сөз. Интернет арқылы жұмыс жасауға өте қолайлы. Кейбір жұмыстарыңызды аяқтайсыздар. Мысалы алатын болсақ, бір курсты бастасаңыздар, соны аяқтайсыздар. Шетелдің адамдармен жұмыс жасауға өте қолайлы. Немесе шет тілдерін оқисыздар. Оқып уже қазір бастайсыздар. Сосын айтарым, дәрігерге барып емделесіздер, жолға шығасыздар. Жаман жағдайдан бір кетіп қалғың келеді. Бір ұрыс-керіс болса, сол жағдайдан кетіп қалғыңыз келеді. Сосын сіздерде туған жеріңізге, туысқандарыңызбен бірге жолға шығасыздар. Тағдырыңызды өзгертетін шешімді қабылдауға тура келеді. Жұмыстарыңыз өте көп болады. Өте қауырт жұмыстар болмақ. Сосын кез келген іздеген ақпаратыңыз алдыңыздан шығады. Жалпы айдың соңы өте қолайлы. Кейбір армандарыңыз орындалады. Көптен күтіп жүрген бір армандарыңыз орындалуы мүмкін. Атақты боласыздар. Немесе бір курс бастай алмай жүрсеңіздер, адам оқытып бастай алмай жүрсеңіздер, қазір адам оқытып бастауға өте қолайлы кезең. Себебі мартта ешқандай ретроград жоқ. Немесе дәрігерге барып емделуге өте қолайлы. Жалпы бұл март айы өте сәтті болады. Кез келген жұмысыңыз көп болғанына қарамастан, барлық жұмысты игеріп кетесіздер. Сыйлықтар алатын боласыздар. Бірақ елдің бәріне ұнай беруге тырысудың қажеті жоқ. Жалпы менің айтарым осы. Егер менің прогноздарым ұнап жатса, жекеме шықсаңыздар болады. Жалпы жеке адамға мен прогноз жасаймын. Немесе менің оқуларыма қатыссаңыздар болады. Жақсы, рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Бай-бақуатты болайық.